Саламатсыздар, құрметті әлеуметтік желі көрермендері. Биыл жыр дүлдүлі Жамбыл Жабаевтың туғанына 175 жыл толып отыр. 1941 жылдың басында Кәрілік атты өлеңінде босатып буынымның шегелерін сыпырып тұла бойдан күшімді алды деп кәрілікке мойын бере бастаған ақын 15 республикадан құралған мызғымас кеңестер одағына фашистік Германия тұтқиылдан шабуыл жасағанда қаламын қолға алып, қайтадан қайраттана жігерлене түсті. Бұл тұста Жамбыл ақын жауға қаламмен қарсы шығып, ата жаумен айқастық, өліммен өмір белдесті, майданға хат, алынбас қамал, балама хат, қамал бұзған қаһарман сынды әрбір өлеңін жауға оқ етіп жаудырды. Өмір мен өлім белдескен шақта ақын қуатты жырларымен кеңес жауынгерлеріне жігер берді. Оның жырлары жыл құсындай болып майданға аттанды. Жауынгерлерге Ленинград, Москва, Сталинград сынды ірі қалаларды жау қолына бермеңдер деген ақын жырларында өршілдік рух басым. Кеңес жауынгерлеріне қайратына қайрат, жігеріне жігер қосқан өлеңдерінің ішінен Ленинградты өренімді ерекше атауға болады. Ленинградты көренім, мақтанышым сен едің. Нева өзенін сүйкімді, бұлағымдай көремін. Көпіріне қарасам, көмкерген су көлемін. Өркөш жарасқан шоқлардай дередім. Сапырылған көк теңіз шомылдырып кемерін, шамы күндей жайнаған, аспанға үйлер бойлаған. Арқа тұтып алыста, айбыным деп ойлағам. Жасағам жоқ өмірді, жау сойқанын көргелі. Төккенім жоқ терімді, шер қылғалы кеудені. Жасалған жоқ салтанат, жаудың болуға ермегі. Жауда қалып Ленинград, жаралған жоқ көнгелі. Жасағамын өмірді, жау күткелі, жеңгелі. Саудыратып сүйегін топыраққа көмгелі. Қазақстан жерінен тұтанғандай елгегі. Жолды кернеп қол кетті, сендерге дем бергелі. Не балабын қорыңдар, Ленинградтың ерлері. Қорқат сені ол қалар, қатты майдан алда бар, жаныштылар айдахар. Жаталмаймын төсекке, жаным қалай жайланар. Құс ұйқылы көнемін, қайтып ұйқы көремін. Жетсін деймін сендерге, жыл құсындай өлеңім. Қаласындағы Лениннің сайып қыран өрен.